Мынандай kalem алдым. Мен сонымен мысал қылып көрсетіп жатырмын. Мына kalem екеуі болу керек, екеуі де бірдей болу керек. Біреу тартып жатқанда екіншісі бастайды тартып, пружинмен тартады екіншісін. Біреуінде маховик бар, біреуінде маховик жоқ. Кезекпе-кезек тартады. Төртеу жеткілікті екен. Біреу тартқанда, бүйтіп жоғарыға тартқанда, ана бастап жатады тартып. Иә, бесеуін қойын болмаса бір kalem алып. Ортада подшипник тұрады, екі шетте подшипник тұрады. Пружина, итеретін пружина, бірақ тартады. Ішіне клапан саласың, сыртына тұрба саласың. Сосын сыммен алшақтан байлап қоясың. Сонда сөйтіп тартып тұрады былай. Кезекпе-кезек. Біреу тартып жатқан, екіншісі бастап жатыр. Сосын мына тізеде подшипник бар. Әрқайсысында тізеде подшипник бар. Бірінші тіке валға мынандай тізе жасайсың. Тізеде подшипник бар. Подшипник бар деткеннен кейін мына бос тұрған ортасы бар ғой. Соны артына кесіп тастайсың. Тіке тұрған валды кесіп тастайсың да, сосын ана тізені бар деткеннен кейін, сваркілегеннен кейін. Сосын ортасын ойып алып тастауға. Мына пружина айналғанда тізеде айналып подшипникпен айналып тұрып тұрады. Подшипник сыртында ештеңе жоқ. Хомут саласың, хомутты кең қыласың. Тіліп қисайтып жібересің. Сосын пружинді ілдіресің. Бірақ қарасаң оңай, бірақ ешкім жасамайды. Мынаның өзіне так 6 подшипник упор керек, 8 подшипник тізеге керек. Бәрі бірдей болу керек та, валдың, коленаның қалыңдығы бәрі бір ұзын темірден жасайсың. Тұрба емес, темірден. Сәттілік тілеймін. 877-839-3025 телефоны. Білмегендерін сұрауыңызға болады.